Енді осы және өзгеде жаңалықтары жөнінде толығырақ. Бақтияр Артаевқа тағылған айып алынып тасталды. Астананың ішкі істер департамент Олимпиада чемпионы қатысты қозғалған қылмыстық істі ақыры жауып тынды. Полиция атақты боксшымен елордалық Айсұлу Ыбырашеваның атышулы ісінен қылмыстық құрам таппаған. Ал жазадан құтылған бойда Артаев дереу Лондонға оқуға кетіп қалды. Ал бәке досым Ақжол, елді шулатқан жала әділдікпен шешілгеніне қуаныштымын. Енді жолыңызда еш бөгет болмасын. Лондондағы оқуды ойдағыдай аяқтап, қазақ еліне қызмет етуді қайта жалғастыруыңызды тілеймін. 1,5 жылыңыз 1,5 күндей боп өте шықсын. Осындай тілегін арнаған бұл жазбаны Бақтияр Артаевтың әнші достарының бірі интернетке жариялады. Сурет боксшы Лондонға ұшардың алдында Астана әуежайында түсірілген. Айта кетсек, елордалық 28 жастағы модель Айсұлу Ыбырашева түнгі клубтағы би алаңында Бақтияр Артаев ұрды деп айыптап полицияға арыз түсірген болатын. Бірақ Олимпиада чемпионы өзінің таяқ жегенін, яғни Ыбырашев алдымен ішінен теуіп, кейін көзін көгертіп қойғанын айтып ақталғанды. Қылмыстық іс жабылғанмен енді Айсұлу Ыбырашева ары қарай қуынып, Артаевты қалайда сотқа бермек. Сондықтан Лондон асқан боксшыға сотта жауап беру үшін Астанаға оралуына тура келетін секілді. Әзірше алғашқы раунд соның пайдасында болып тұр. Барлық тиісті тергеу амалдары жүргізілді. Қазіргі уақытта Бақтияр Артаевқа қатысты қылмыстық іс қысқартылды. Қылмыстық белгілері болмағандықтан.